Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте қарапайым жолмен жасалатын орама нан жасаймыз. Жасап көріңіздер, өте нәзік, жұмсақ болып шығады қамыры. Бізге ол үшін керек ингредиенттер: ет керек, пияз керек болады, одан кейін картошка керек болады. Осы үшеуін көбік қып, майдалап, әдемілеп турап аламыз. Бірақ ең алдымен бірінші қамырын илеп аламыз. Осындай суға тұз саламыз және сұйық май құйып аламыз. Сұйық май құйған себебіміз қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Етімізді осылай майдалап, төртбұрыштап турап аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осылай турап аламыз. Енді картошкамызды майда көбік қып турап аламыз. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін мен қуырып аламын. Қуырып алсаңыздар, орама наныңыз өте нәзік, әдемі болып шығады. Осы 3 ингредиенттермен орама нан жасайтын боламыз. Енді мен пиязымды қуырып аламын. Содан кейін барып араластырамын ингредиенттерге. Енді осы етіміздің үстіне картоплымызды салып аламыз және қуырылған пиязымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді бағанағы илеген қамырымды мен 4-ке бөліп аламын да осылай бастырып қоямын. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз, одан кейін майлайтын боламыз. Енді салмасына тұз бен қара бұрышымызды салып араластырып аламыз. Мен енді салған себебім еттің суы шығып кетеді, ерте салып қойсақ. Сондықтан қамырға салайын деп жатқан кезде ғана саламыз. Енді май құйып аламыз да өстіп жағып аламыз қамырымызға. Одан кейін салмасын салатын боламыз. Енді 45 минутқа пісіруге жібереміз мантаваркамызға. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте әдемі болып шығады, өте нәзік, ең қарапайым жолмен жасалатын орама нан. Менің видеом ұнаған болса, лайк басыңыздар.